Жылдам хабарнама қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк теңгесін басуды ұмытпаңыздар. 1 қаңтардан бастап ресми түрде қызметкерлердің жалақысын көтеру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады. Бүгінде 38 әлеуметтік қызметкердің жалақысы 25%-ға көтеріледі деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Міндеттелген жалақы өсімі станционарлық және жартылай станционарлық үлгідегі медициналық әлеуметтік мекемелердің қызметкерлері және үйде қызмет көрсету уақытша ұйымдарда және жұмыспен қамту орталықтарында жүзеге асырылатын басшы құрам және негізгі персоналдарға қатысты. Халықтың әлеуметін арттыру үшін қызметкерлердің жалақысы жыл сайын көтеріле келеді. Мысалы, 2021 жылы әлеуметтік қызметкерлердің жалақысы 50%-ға, ал 2022 жылы 25%-ға өсті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.